Бахчисарайның қадими соқақлары, Қарасу базарының дүлбер манзаралары, видағларымыздың yüksеклігі. Ресам Энвер Юнусов өз ресімлерде акс ете. Бұның ле оның дұйғылары, кечмішіміз ве кележегіміз де көстірілі. Келіңіз бүгін ресамлық мұйтіне далып, яш ресамымыз неде таныш олайық. Қырым татар медини тарихи асабалық музейінде açılған Қырым левхалары арлы сергіде Энвер Юнусовның ресімлері нумайыш етілді. Оның ресімлерінде Қырымның ең қадими дүлбер жемилері, соқақлар ве манзаралары тасвир етілі. Энвер Юнусов ресамлық нен табалалық чағындан 12 яшындан оқрашмаға башлады. Башта китаплардан, почта варақаларından ресімлеріні кағытта текралаған. Sonra ise bu iş onu pek meraklandırdı ve onun adi resimleri büyük seviyeli resimlerge çevrildi. Штрих за штрихом, и ты втягиваешься в эту работу, и уже оторваться тяжело. Оно всегда бывает так, что поначалу вроде как бы начал я работу, она мне не нравится. А когда уже сам себя перебариваешь и начинаешь дальше над ней работать, и она как-то уже начинает на что-то похоже становиться. Әрбір ресім илхамнен келе. Энвер Юнусовның айтқанларына көре ресімні тасвир еткен zaman бір нефесте кечмекте. Я ресамымызны не илхамландыра екен? Меня именно вдохновляет наши крымские улочки, вот эти старые домики с черепицами, деревянные калиточки, это все вот это именно наша крымская архитектура наших предков. Сергіде ресамның 40-қа яқын іші нумайыш етілді. Олар 2008-2021 сенелерінде yazılғандар. Ресамның эссас жанрлардан bu натюрморт ve пейзаждыр. Энвер Юнусов енді оле бір ресамлардан о Қырымда Самокиш оқу белі оқу юртыны бітірді ve оның бөле ожаларından бірі бұл Рамис рахметлі ресамымыз Рамис Митовкин еді ve мен білесем оның усулы да дүйлі, ama әрбір ресамның өзіне хас olған бір дүния бақышы бар ve Энвер Юнусов бұл жеттен айырылып тұра. İnce sızıklar, қара beyaz tuz neticede müellifnin duygularını açık aydın göstermekte. Энвер Юнусов öz işlerinde grafikаны da kullana. Kırımның en güzel tarihimizini taşıған yerler, onun bakışının şu zamanның muhitini bizge ifade etti. Onun zinatdaşı ressam Энвер İzzetov de onun resimlerini görüp öz duygularını paylaştı. Энвер Юнусов, он больше график, хотя мы на этой выставке видим его и живописные работы, но он себя больше считает графиком. И работает он в технике тушь-перо на тонированной бумаге, есть на чисто белой. Но он добивается, знаете, вот этой реалистичности, он скрупулезно каждую деталь выписывает, знаете, от такой, может, любви и натуры, и, наверное, Крыму. Ресамның әрбір элементі өз жесіне мұйым олып, ішіні да уникаль япа. Білгеніміз кібі ресам Энвер Юнусовның эссас илхамы бұл ана ватанымызdır. Elbette, Қырым әрбір insanны яны ішке илхамландыра. Ресамымыз ise өз дұйғыларына ресімлерде көстере. Біз ise тақымымыз адından ona büyükten büyük muvaffaqiyetler dileyimiz.